сендер осынша 11 жыл оқып, мына ақыл ой, білімді көңілдерге тоқып, біздің мына немізден мамандық таңдап, біздің мектебімізде ұшқалы отырсында ғой енді. Мынау азалда ғана уақыттарым қалды. Жалпы мамандықты мен ойлаймын 11-ші класста, 10-ші сыныпта таңдаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Мамандықты адам жас кезінен бастап таңдау керек. Соған өзін адам бейімдеу керек. Соған сенің жаңа айттық, неге бейімің бар, соған бейімделе білу керек. Одан кейін мамандық таңдауға қоршаған ортаның, араласатын адамдарының әсері де өте үлкен болады. Отбасының, ата-ананың мамандығы, өзіңнің жақын туыстарының мамандығы, одан кейін бар, жалпы біздің республикамызда өте көптеген жаңағы еңбегі сіңген жаңағы өз маманның нағыз маманы бар ғой, соларды көре отырдық та, сол мамандыққа өзі жаңа қызығасың. Ал енді жаңа мамандық таңдау деген сөз, ол жаңа айтты, ол маман болу үшін сол мамандықтың қыр-сырын жете меңгеру керек. Ал енді дұрыс қой, адамның несін, санасын жаңа не билейді дейді ғой, бірақ та бәрібірде маман, сен егер жақсы маман болсаң, сол мамандықтың қырын жете білетін болсаң, сенің өмірлік сол нең айналады. Сенің өмірлік жаңағы неңе азығына айналады. Сол өмірлік азық деген сол. Сен жақсы маман болсаң, сені іздеп келеді. Ол маман болғанда сені бір заңгер болу керек, немесе бір білікті жаңағыдай бір қаржыгер, жаңағыдай сондай бір мынау елші, дипломат болып дұрыс онда армандау керек. Бірақ та басқа да мамандықтарға өте көптеген сұраныс бар. Мысалы үшін бізде жаңағы компьютерді программисті, мысалы соған өте сұраныс бар бізде. Өйткені мына қазір үйді әрлеушілер, оған сұраныс бар. Үй құрылысшыларға, бізде ешкім құрылысшы боламын деп айтпайды біздің. Неше жыл мектепте істеп келе жатырмын, ешкім құрылысшы боламын деп айтпайды. Құрылысшы мысалы үшін. Осылардың барлығы кітапханашы, осылардың барлығы жаңағы дефектолог мысалы үшін. О да дефектологта өте бізге мысалы үшін мен өз басым осы уақытқа дейін білмей келгенде, негізі дефектолог деген күшті маман бар. Сұраныс өте көп екен. Ол әсіресе жаңағыдай кемістігі балалармен жұмыс істейтіндер, тілінің несін кемістігі. Ол сен үйде отырып жаңа жұмыс істей беруіңе болады. Жеке өзің не алып, жеке үйде ашып өзің жаңа сондай балаларды мысалы үшін немесе үйіне барып сен жаңағыдай неуға болады. Бұл да өте сұраныста өте жаңағы ие мамандық екен. Ал енді бізде мамандықтардың ішінде енді жаңадан келе жатқан мамандық бар, өзінің жаңа несін жаңағы қажеттілігін азайып бара жатқан мамандықтар да бар. Ал соның ішінде енді мына мұғалім мамандығы бар. Мұғалімнің енді сендер күнделікті өмірде көріп жүрсіңдер ғой, жалпы барлық адам кім ұлы ғалым болсын, ғұлама болсын, барлығы да ұстаздың алдына шығады. Сондықтан да бұл ұстаз мамандығы деген өте үлкен жаңағы жауапкершілікті талап етеді. Сондықтан да мен ойлаймын, бұның жауапкершілігі өте үлкен. Ол сенің мойныңдағы жүк, сенің мойныңдағы міндет өте үлкен. Сондықтан да сендер көпшілігі біздің жастар сол мұғалім мамандығын таңдай бермейді. Себебі сендер көріп жүрсіңдер, біздің күнделікті өмірімізде сендер үшін қаншалықты еңбек етіп жүргенімізді көріп жүрсіңдер, сонда сендер соны таңдағыларың келмейді деп ойлаймын. Бірақ та қиындықтан қашпау керек. Егер сені жақсы жаңа өзіңнің жаңа пәніңді жақсы білетін болсаң, оқушылармен жақсы тіл табыса алатын болсаң, сенің мәртебең өте жоғары болады. Соның ішінде мысалы біздің осы мектептің негізін қалаған Әбдіқадыр ағайды айтайық. Бүкіл облысқа, республикаға берілді. Біздің осы мектебіміздің сендер көрсеңдер, осы біздің мектеп салынған, бізбен тура сол жылда салынған мектептер бар. Мынау Мақтаарал ауданында неде салынған мектептер бар да, бірақ олардың бәрі тоз-тоз шығып кеткен. Сол мектептердің бұрынғы мынау отырған мыналары бар ғой, осы 88-ші жылы әкелінген орындықтар. Ол жерде онда актовый залында олардың бірде-бір орындық жоқ, біз барып көріп жүрміз.
міне осының барлығы біздің осы ағайдың арқасында, одан кейін ағайдың біз командасы дейміз, одан кейінгі ұстаздардың арқасында осы мектептің осындай мүліктері сақталып сендерге дейін жетіп отыр. Ал енді бұл қаншама бізден кейін де қаншама ұрпақтарға қызмет ету керек. Ал енді осының барлығы да жаңағы біздің мектептегі оқушыларға берген тәрбиеміздің арқасында деп ойлаймын. Солардың сана сезіміне, мектепке деген жақсы көзқарастарын қалыптастырып, осы мектепті осындай дәрежеде ұстауына ата-аналар, демеушілеріміз біздің жәрдем беріп жатқан міне осы сендердің жаңағы осы ұстаздардың арқасы. Ал енді жалпы жаңа айтып жатсыңдар, сен мамандық таңдауға кім әсер етті деп. Мысалы менің мамандық таңдауына мысалы менің өзімнің әкем әсер етті. Әкем неше жыл мектепте мұғалім болған, жаңағы басшы қызметтер атқарған, математик болған, сол жаңа адам жалпы жаңағы өзінің бірінші отбасындағы әсері. Екінші, мына химия мамандығын таңдауыма біз қазір қайтадан 7-ші класстан басталып жатыр ғой химия. Осы жылға дейін 8-ге басталады, 2 жыл болды 7-ге басталады. Біздің кезімізде химия 7-ші класста басталады. Сол жылы бізде өзіміздің ауылда өзіміздің ағайымыз, мынау Абай атындағы педагогика институты бітіріп келді жаңа ағай. Өте андай ұзын бойлы, ағамыз болады ғой, аппақ, костюм шалбар киіп, ана химияны түсіп, біз бұрын енді химия мамандығы, физика мамандығы, мынау шет тілінің мамандықтары біздің кезімізде өте аз болатын еді, оның ада егерді. Келеді мысалы үшін бізге шет тілінен неміс тілі беретін болса, келеді де қайтып кетіп қалады. Мысалы ауылдық жерге тұрақтамайды ғой. Химиядан да сондай болып келген, енді 1-ші жылы басталған кезде сол Бигел ағай еді, Бигел. Сол ағай келді, бір керемет түсіндіреді, енді бәріміз қараймыз, оның үстіне бізге класс жетекші болды. Сондай бір сол химия деген пәнге қызықтырған сол біздің ағайымыз әлі бар, 2 жылымызға болып пенсияға шыққан, әлі хабарласып тұрамыз. Сол ең жаңағы бірінші мен сол кісінің жолын қуған мен болдым. Сол әсер еткен сол кісілер. Ал енді жалпы жаңа химия мамандығына келетін болсақ, жалпы химия пәнін таңдасам, жалпы химия факультетін бітірсем, әртүрлі тек қана не себебі мұғалім болады екен деп ойлап қалмау керек. Адам өзінің мүмкіншілігіне байланысты. Біз мысалы ол кезде біздің кезімізде мүмкіншіліктер болды, бірақ та біздің сол кезде біздің қыз бала неде жібермейтін еді ғой, Алматыға неге институтқа қал деген кезде бізді жібермеген. Айып еш жыл оқып тағы да қаңғырып жүре ма деген сондай сөз болған. Ал енді қазіргі мүмкіншілік өте көп химия мамандығы бойынша. Химия мамандығын бітірсең кез келген жерде істеуге болады. Заводтарда істеуге болады, жаңағы өндіріс орындарында істеуге болады, мынау неде колледждерде істеуге болады. Ал енді біздің бір группаласымыз неде істеген, институт бітіргеннен кейін ішкі істер бөлімінде істеген. Ішкі істер бөлімінде жаңағы химиялық сараптама деген болады екен ғой, сондай неде істеген, сөйтіп майор шенінде неге шыққан, жаңағы зейнетке шыққан. Міне сондай, сондықтан да бұл жалпы тамақ өнеркәсібі болсын, жалпы кез келген салада химияның фармация болсын, медицинаға да қатысы бар. Мысалы үшін химияны оқитын болсаң, жан-жақты не боласың, ол медицинамен де байланысты, биологиямен байланысты, жаңағы немен физикамен байланысты, математикамен байланысты есеп шығарасың. Жаңағы тағы немен әдебиетпен байланысты, жаңағы немен қазақ тілімен болса да байланысты. Мысалы анау кімнің Абайдың Шәкәрімнің қазір Абайдың сөзі болу айтады ғой, адам айналадағы дүниені қолымен ұстап, мұрнымен иіскеп, көзбен көріп дейді Абайдың сөзі. Осы біздің химияда ана неге қолымен ұстап деген сөз, көзбен көріп, жаңағы реакцияларды көзбен көреміз. Ол иіс сезіледі, мұрнымен сеземіз. Ал түсі өзгереді, жылу бөлінеді, оны қолмен сеземіз. Түсі өзгереді, оны көзбен көреміз. Абайдың өзі біз сол кезде не қылмаса да жаңағыдай химияға байланысты осындай нәрсе айтты. Шәкәрімнің өзі айтқан неге атомдар деген ол жерде айтылмаған, бірақ та Шәкәрім айтқан осы недегі барлық дүниедегі нелер көзге көрінбейтін үздіксіз қозғалатын бөлшектерден тұрады деп айтқан. Бұл бізде қазір химия тілінде атомдар. Бізге осы химиямыз осындай немен ғылымдармен өте тығыз байланысты. Сондықтан да химияны білген адам мен ойлаймын жан-жақты деп ойлаймын. Бар 5 аспап болады.
Сондықтан да енді мына химия пәнін енді таңдап жатыр оқушылар, бірақ олардың көпшілігі фармацевт болғымыз келеді дейді, жаңағы дәрігер болғысы келеді. Енді дұрыс, онда да химияны оқиды. Химия пәнінің мұғалімі болсаң да жаман болмайсың, қыздарға әсіресе. Сондықтан да мынау одан кейін мынау дәрігер мамандығын таңдайтындарға Алексина айтқан ғой, дәрігердің 3 қаруы бар деген. Біріншісі сөз, екіншісі шөп, үшіншісі пышақ деген. Жақсы дәрігер сөзбен емдейді. Одан кейін сөзің не қылмаса, дәрігерге жүгінесің. Дәрі әсер етпесе, операция жасайсың. Сондықтан да дәрігер болатын кісілер, сондықтан да сенде дәрігерлер өте жұмсақ, майда тілді жаңағы болу керек. Жаңағы кеше мен мысал үшін шешем алыс Шымкентте больницада жатты, сөйтіп барсам дежурный врачка жас жігіт, осы не ойламайсың, дәрігерді де жас жігіт соншалықты өзінің несін білет, мама несін да жаңағы консульт алғанда біздің осыдан кейін де пәлен адам бізге очередьте тұр дейді. Неге оңалту үшін де жаңағы әртүрлі не жасайды. Сөйтсе біздің шешем айтты да, менің давлением түнде көтеріліп, жаңағы 140-қа болып кетті, нағып үйтті деп сұраса. Апа, нағып үйтті, мен ойладыңыз ба деп қояды да. Ана ойламайсыз да сондай, бәріміз күліп атырмыз да, көңілін көтеріп, сөзбен не қылып түссе, мағашкелі жаңағы күліп атырмыз. Сондай мамандықтың қырсырын, жаңағы дәрігер мамандықтар, әсіресе жаңағы не деп жатыр ғой, балалардың дәрігері, сен деп айтып жатыр. Балалардың тілі жоқ. Үлкендер сияқты менерім ауылды, мынау жағын шаншыда бүйтім деп айтамайды олар. Тілі жоқ қой. Сондықтан ол да қиын ол не болсын. Сондықтан да өте күшті интуиция болу керек адамда. Сондықтан да мынау мамандық таңдауда мен ойлаймын, сендер қателескен жоқсыңдар деп ойлаймын. Барлығы осы уақытқа дейін мамандық таңдап қоюларын керек. Және сол мамандықтың иесі болуға өздерін дайындауларын керек. Жаңағы неден бірінші мектептен аттестат алып, содан кейін барып ОБТ-ға барып, жақсы бал жинап, грант иегерлері болудан керек. Міне сендердің мақсаттарың осы. Одан кейін университетке түскеннен кейін ары қарай біліміңді не қыласың, шыңдайсың. Бірақ та естеріңде болсын, қандай жоғарғы оқу орнына сен магистратураға түс, сен докторантураға түс, бәрібірде мектептің білімнің несі іргетасы осы мектепте қалады. Мектепте жақсы оқыған оқушы бұл өмірде жақсы маман болады, жақсы ғалым болады, жақсы жаңағыдай келешекте міне сол болашағы үлкен болады. Сондықтан да менің айтатыным осы мектепте жүрген кезде мынау сол мамандыққа өзіңді бағыттай білуің керек. Соған сен өзіңді, мысалы үшін бір нәрсе істеу үшін сен өзіңді дайындалуың керек, дайын болу керек сенде, сен соған іштей дайындалу керек, психологиялық дайындық болу керек. Сол неғана екен соны тоқтамау керек. Анау жүрек үздіксіз істеп тұрады ғой бүйтіп. Соғындыр, тура сол сияқты сенің де нең тоқтамау керек, солай істеп тұру керек. Менің тілегім, енді құдай қаласа, жақсы жаңа мектепті бітіріп, ОБТ-дан жақсы бал жинап, бәрі грант иегерлері болыңдар, жақсы маман болыңдар, мектепті ұмытпаңдар. Кім Арыстан Нұрман сияқты мен өзі болған қыз төркінін танымас деп жаңағыдай мен болдым толдым деген болмайды. Ол жаңағы сен ол үшін 10-15 жыл 20 жыл еңбек етуің керек мысал үшін да. Ал енді сол сенің сондай еңбегіңде мектептің ұстаздардың еңбегі бар екенін ұмытпау керек. Себебі ұстаз деген сенің анаңнан кейінгі екінші анаң. Сенің үйде сен үйрете алмайды химияны, сенің әке-шешең. Мысалы, мен ағылшын тілін үйрете алмаймын. Баяғыда маған балам көрген, үйбай нағып білмейсіз, ағылшын аударып беріңіз дейді. Үйбай мен ағылшын білмеймін ғой десем, үйбай деп маған. Сол сияқты үйрете алмайды. Үйрететін ұстаздар. Сондықтан да бұл ұстаздарды қапа қылмау керек, нала қылмау керек. Бізде мынау жалпы біздің мектебімізде мынандай дәстүр бар. Мынау кетіп бара жатқан түлектеріміз жылда осы біздің пән мұғалімдерінің, жалпы мектептің мұғалімдерінің жалпы мына батасын алып ренжітпей, өздері сондай бір неше жылдан бері өздері сондай бір бағыт ұстанғанда мектеп мені ұстаздарды ренжітпей, батасын алып, солардың ризашылығын алып,
жаңағы ренжітпей айтқан істеп батасын алатын болсаңдар, өте сендер жоғары дәрежеге жетесіңдер. Себебі ең бірінші не қылатын, сендерге титтей бір арамдығы жоқ, сендерге бір нәрсе күндемейтін, осындай болып бара жатыр ғой, жақсы болып бара жатыр ғой, нағап етіп қалып деп айтпайды ғой мұғалім, сондай адамның біреуі осы ұстаз. Сондықтан да ондай саған мейлі ол ұрысса да, саған бәрібір жаны ашып ұрысады. Саған не ақыл айтса да, жаны ашып айтады саған. Сен жақсы адам болсаң, бірінші біз қуанамыз, бірақ бітіргеннен кейін біздің оқушыларымыз ана не дейді, бітіру кешінде. Мен осы дәрежеге жеткен ата-анама рахмет деп қояды. Осыны айтпайды. Айта берсін. Бірақ мен сол кезде біртүрлі болып қаласың да енді. Бәрібір де адамның көңілі не ғой? Дұрыс ата-анаң, бірақ ұстаздардың еңбегі үлкен деп ойлайды. Сондықтан да анау айтқан ғой кім? Арыстан бапа мені ұстазымның аяқ жағына қойыңдар депті. Сол сөзді ұстану керек. Жалпы қай жерде болмасын, жаңағы адам бір-бірімен адам жақсы тіл тәрісі күшпейді болу керек. Өл көкіректің үш уақытта да жақсылыққа апармайды. Анандай мен осындай, мен болып қалдым, мен ешкімді үйтпеймін, мен өзім білем деген нәрсе еш уақытта болмау керек. Бұл өмірде біздің көргенімізді айтамыз. Сондықтан неғұрлым кішірейсең, соғұрлым саған Алла беріп, сенің мақсат мұратың орындалады. Рахмет.